Интернеттегі діни насихат және де оның пайдасы мен зияны қандай? Әрине, біріншіден интернет, яғни ғаламтор деген нәрседе бұл шекара жоқ. Ол насихат айтып жатқан адам қай жақтан, қай елден және қай жерден айтып отырғанын белгісіз болуы мүмкін. Және де интернеттегі насихаттың пайдалы жақтары қандай десеңіз, ол түсінікті бәрімізге де. Біздің еліміздің мұсылмандар діни басқармасының бекіткен арнайы ұстаздар мен уағызшыларының жүргізген түсіндіру жұмыстары, насихаттарының себебімен адамдар өзіне рухани қажеттіліктерін, діни білімдерін алуы мүмкін. Ал екінші бір жағы бар, бұл теріс мақсатты көздеген деструктивті діни бағыттардың көсемдері мен уағызшыларының насихаттарын тыңдау арқылы адамдар зиянға ұшырауы мүмкін. Және де ол діни тұрғыда үлкен қателіктерге ұрындыруы мүмкін. Одан бөлек еліміздің заңдары алдында да жауапкершілікке әкеліп соқтыруы мүмкін. Сондықтан бұл интернеттегі, ғаламтордағы діни ақпараттардың барлығын қабылдамастан бұрын бірінші верификациядан өткізуіміз керек, тексеруіміз керек, оның дұрыс немесе бұрыс бағыттағы діни ақпараттар екенін ажыратуымыз қажет.